Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы әлемдегі кітап мұрағаттары, мол кітапханалар. Сабағымыздың тақырыбы мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. Келесі үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану. Сабағымызға кіріспес бұрын бейнероликпен танысайық. Әлемдегі үздік 10 кітапхана. Үздік дегенде көлемі жағынан емес, кітап қоры жағынан үздік 10 кітапхананы бізге айтады. Қазір көрейік. Өмірде кітап оқып, ілім жиған адамдар ғана жетістікке жете алады. Абайдың өзі тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ деген екен. Олай болса, назарларыңызға әлемдегі кітап қоры жағынан көлемі бойынша ең ауқымды, оқырманы өте көп, пайдасы ұшан теңіз кітапханалардың алғашқы ондығын ұсынамыз. Әлемдегі кітап қоры ең көп кітапханалардың алғашқы ондығын Францияның ұлттық кітапханасы түйіндейді. Ол Париж қаласында орналасқан. Талай ғасырлар бойы француз тілінде жарық көрген кітаптардың ең көбі дәл осы ғимаратта сақтаулы. Кітап қоры бүгінде 31 миллионға жеткен. Осы сарқылмас мұраулардан білімдері мен сусындау үшін кітапханаға жылына миллионнан аса оқырман келеді. Оларға 2,5 мыңнан аса кітапханашы қызмет көрсетеді. Кітапхананың негізгі қоймаларының бірі қоғам қайраткері Францияның бұрынғы президенті Франсуа Миттерана есімімен аталады. 9-шы орынға жайғасқан Қытайдың ұлттық кітапханасы алғашқыда сонау 1909 жылы ел астанасындағы мұғалімдер кітапханасы болып ашылады. Ал 1912 жылы білім министрлігінің қарамағына беріліп, жалпы халыққа қызмет көрсете бастайды. 1928 жылы ұлттық деген мәртебе беріліп, елдің басты кітапханасына айналады. 80 мың шаршы метрді алып жатқан нысанда бір мезетте 8 мың оқырманға қызмет көрсете алады. Онда 1930 жылдан бері Қытай басылымдарының шығарылымдары жинақталып келеді. Ең құндылығы кітапханада ең сирек кездесетін 270 мың том кітап бар. Сонымен қатар 1 миллионнан астам өте көне туындылар сақталған. Копенгагендегі корольдік кітапхана Данияның ұлттық кітапханасы болып табылады. Негізі 1648 жылы қаланған кітапхананың қоймасында тарихи әрі құнды басылымдардың үлкен мөлшердегі қоры сақталған. Корольдік кітапханада 17 ғасырдан бері Данияда басылып келе жатқан кітаптардың түгел нұсқалары бар. Сонымен қатар мұнда 1482 жылы Данияда басылған тұңғыш кітап сақталған. Айта кетерлік бір жайт, 1968-1978 жылдар аралығында кітапхана қорынан құны $50 миллион болатын 3200-ге тарта тарихи туындылар қолды болған. Бұл ұрлықты кітапхана қызметкері жасағаны, кейін кітаптардың бірін аукционда $2 миллион сатып жатқанда анықталған. Біздің рейтингтегі 7-ші орынға Жапониядағы ұлттық парламент кітапхана жайғасып отыр. Ұлттық кітапхана 1948 жылы күншығыс елінде болған 3 кітапхананың қосылуынан құрылады. Алғашқыда қорында 100 мың том кітабы болған кітапханада бүгінде 35 миллион туынды сақтаулы. Жапондық кітапхананың тағы бір ерекше тұсы, мұнда 2002 жылдан бері халықаралық балалар әдебиетінің қоры жұмыс істейді. Ондағы туындылардың саны 400 мың томнан асқан. Жалпы ұлттық парламенттік кітапхана Токио және Киото деген екі негізгі бөлімнен тұрады. Ресей ғылым академиясының кітапханасы 1 Петрдің бұйрығымен 1714 жылы тұрғызылған. Кітапхананы ұйымдастырудағы басты мақсат еуропалық білімге құштар, барлық сауатты адамдарды кітаптармен қамтамасыз ету болды. Кітапхана қоры көп тілді және әмбебап. Бастапқы кезде кітапханада 2000-ға жуық кітап болған көрінеді. 1783 жылы 2 Екатеринаның бұйрығынан кейін кітапханаға Ресейде жарық көрген барлық баспалар әкеліне бастады. Бүгінде Ресей ғылым академиясының кітапханасы бүкіл ресейлік мемлекеттік әмбебап кітапхана ретінде жұртшылыққа белгілі әрі әлемнің ең үлкен ғылыми кітапханалардың қатарынан орын алады. Әлемдегі ең бай әрі ірі кітапханалардың рейтингіндегі 5-ші орында Ресейге тиесілі. Бұл жолы Мәскеуде орналасқан Ресей мемлекеттік кітапханасы иемденіп отыр. 1862 жылы Румянцев музейінің ішінен бөлім ретінде ашылған кітапхана содан бері Ресейде жарық көрген басылымдардың бір данасын міндетті түрде алып келеді. Кеңес кезінде Ленин атымен аталса, 1992 жылы заманауи атау берілді. Кітап қоры 47 миллионнан асатын, кітапхананың бүгінде 964 мыңнан асатын оқырманы бар. Бұл рейтингтегі 4-ші орын Канаданың кітапханасы мен мұрағатына тиіп отыр. Бұл елде кітапхана ісіне федералды мемлекеттік департамент жауапты. 2004 жылы елдің 1872 жылдан бері келе жатқан мұрағаты мен 1953 жылы құрылған кітапханасы біріктірілген болатын. Кітапхана орналасқан 5 қабатты ғимарат қазір Канаданың тарихи орындарының бірі саналады. Онда Канада тарихымен, мәдениетімен және саясатымен байланысты барлық кітаптар мен құжаттар сақтаулы. Ерекшелігі сол, бұл кітапханадан оқырман кітап, газет, журналдар, өзге тарихи ақпараттық фильмдерді де таба алады.
Әлемнің ең ірі әрі бай кітапханаларының рейтингіндегі алғашқы үштікті Нью-Йорктың көпшілік кітапханасы түйіндейді. Жеке, алайда коммерциялық емес ұйым болып табылатын кітапхана бизнестен де мемлекеттен де қаржыландырылады. Кітапхананың бүгінде 87 бөлімшесі жұмыс істейді. Онда оқырмандар тегін түрде 50 миллионнан аса материалмен таныса алады. Кітапхана жұмысы барынша автоматтандырылған, тапсырыстардың денін арнайы машина іске асырады. Осының арқасында 1 сағат ішінде 7500 кітапты арнайы сараптамадан өткізе алады. Ал екінші орында британдық кітапхана, ол Ұлыбританияның ұлттық кітапханасы болып табылады. Лондонда орналасқан кітапханада әлемнің ең танымал тілдеріндегі 150 миллионнан астам құнды ақпарат, кітаптар, газеттер, видео ақпараттар, әуенді жазбалар, карталар, суреттер жинақталған. Оған қоса 25 миллионға жуық сирек кездесетін қолжазба мен кітаптардың жинақтары бар. Аталған қолжазбалар біздің заманымызға дейінгі 300 жылдардан хабар береді. Көлемі жөнінен әлемде ақш-тағы кітапханадан кейінгі екінші орында тұр. Сонымен қатар Google қолданушылары кітапхана ақпараттарын қарай алады және оларға керекті мәліметтерді көшіруге мүмкіндік берілген. Бірінші орында Конгресс кітапханасы, ол Америка Құрама Штаттарының ұлттық кітапханасы және Құрама Штаттарының Конгресінің негізгі зерттеу филиалы болып табылады. Кітапхана Вашингтон қаласында 3 бірдей ғимаратта орналасқан. Кітаптардың саны жөнінен де алып жатқан аумағы жағынан да әлемдегі ең үлкен кітапхана саналады. Білесіз бе, мұндағы қызметкерлердің саны 3000 адамнан асады екен. Кітапханада 437 түрлі тілде жазылған 32 миллионнан аса кітап пен құнды ақпараттар, 60 миллиондай қолжазба, Солтүстік Америкада сирек кездесетін кітаптар жинағы, 1 миллионнан астам мемлекеттік баспа, 3 ғасырдан бері жиналып келе жатқан 1 миллионға жуық әлемдік газет, заңдық құжаттардың әлемдегі ең үлкен жинағы, фильмдер, 4,8 миллион карта, ноталар, 13,7 миллионнан астам сурет бар. Көріп отырғанымыздай, бұнда берілген кітапханалар кітап қоры арқылы, яғни кітап мұрағаттары арқылы сол саны жағынан үздік 10-дық орынға орналасқан. Дәптерімізге осы кітапханалардың атауларын жазып алайық. Келесі сабақтарда бізге керек болады. Енді бүгін біз себеп-салдар үстеуін өтеміз. Себеп-салдар үстеуі дегеніміз іс-әрекеттің болу себебін, яғни салдарын білдіреді. Сұрақтары неге, не себепті, неліктен деген сұрақтар қойылады. Себеп-салдар үстеулеріне босқа, бекерге, амалсыздан, лажсыздан, шарасыздан деген сияқты тағы да басқа үстеулер жатады. Енді бүгінгі тапсырма оқулықтарыңдағы 179 беттегі 4-ші тапсырмадағы мәтінді оқып, 180-ші беттегі 5-ші тапсырманы орындаймыз. Біз осыған дейін тыңдалған, оқылған мәтіндерден сұрақтар құрастырып жүрміз. Негізгі және қосымша ақпараттар жинап жүрміз. Осы жолы тапсырма сендерге оқылым мәтінінен салыстырамыз. Ақпараттарды екі кітапхана берілген, сол екі кітапхана қатысты ақпараттарды салыстырып қоямыз, қай кітапхана тиесілі екен. Екінші тапсырма себеп-салдар үстеуіне 3 сөйлем құраймыз. Сонымен тапсырма түсінікті болды деп ойлаймын. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма, болмады ма, қай жерінде қиындық болды, қай жерінде қызықты болды, қай ақпарат сіз үшін жаңа ақпарат болды. Осы туралы комментарийге жазып кетіңіздер.